Сәлем достар, сіздермен қазақ кезет. Бүгін біз Майнкрафтта тағы да Bedwars түсіретін боламыз. Қанекей, кеттік. Мінекей достар, мен Bedwarsқа кірдім. Міне андай әдемі карта. Кеттік енді. Тез зат жинап, центрге кетейік. Неше адам бар екен? Сондағы біреу ма достар? Аз. Достар, енді мен қазір осыны ойнап болған соң басқа серверге барып ойнаймыз. Сол жерде де түсірем. Достар, кеше стрим болған, көрген шығарсыздар. Байқаусызда тағы да жойып кетті, мен басып қойдым. Изменить деген басайын деп жатыр едім, ана удалить деген басып кетсін. Жоғалып кетті. Оған мән бермей қойыңыздар, бәрібір стрим. 1 сағат болды, сіздер 1 сағат қарап отырмайтын шығарсыздар. Кеттік енді. Жетел қайда? Жетел. Міне екен соң не тығылып тұр? Ар жақта адам жүр. Енді біз өзімізге броня алуымыз керек. Енді біз блок алып, кроватьте кішкене жауып кетейік. Не осындай ағашпен. Кеттік. Осымен жауайық, сосын бірге центрге кетеміз. Достар, осы видеоға лайк басып, сосын егер сіз каналға бірінші рет келген болсаңыз, каналға тіркеліп кетіңіз. Сосын комментарияда ертең не түсіретінін жазыңыздар. Кеше подписчиктер Bedwars түсір деп жазған соң, мен Bedwars түсірейін деп ойладым. Кеттік центрге. Құлап кетуге сәл қалдым. Мен осылай істеуге қорқам жалпы. Құлап кетем ба деп. Кейбіреулерді көрем, тез істеп береді. Көрдіңіздер ма, жаңа қолға сәл қалдым. Енді жаным толтырып алу керек, мен өзімен тамақ алмаппын ғой. Мен ұмытшақпын. Қызыл қай жерден келген? Мінекей достар, мен центрде 13 золото алып алдым. Қызылдың қай жерден келетінін біліп алу керек. Міне ол. Мына жақтан келеді екен. Базасында. Броня алып зат қылып жатқан шығар, мен де сөйтейін. Осы золотаны алып
кроватьты обсидианмен жабайын, сосын үстіме күшті броня қойын, және де садақ. Садақ бұл керек зат. Даусым шықпай жатыр қатты. Тамағым ауырып отыр. Жоқ! Жоқ! Достар, көрдіңіздер ме? Ол мені құлатып жіберді байқаусызда. Қармай тұрған жерімде. Біліп едім осының бір кезде келіп қалатын. Қазір центрге барып өзін өлтірем. Аямаймын, мен оны кроватына дейін сындырып берем. Мынаны да алайық. Сосын енді броня алып, өзінің кроватына сындырып кетейікші. Бірінші мынандай 7 алмазға 7 железо деген ғой. Сосын мынандай. Сосын мынандай ботинка алайық. Енді киіп алайық осында. Енді не аламыз? Және де блок аламыз. Ол өте маңызды жат, білетініңіздей. Бұл ағашты мен кроваттық одан бетер жабу үшін алып жатырмын. Енді кәдімгі зат алайық. Блоктарды. Центрге бару үшін. Центрге жол құрылды, енді ананың базасына бару үшін блок керек. Енді бір жаңа жақсы меч алу керек. Сосын не бар? Меч алдық. Садаққа жетпейді. Маған нағыз керек зат. Осыны алайық. Сосын оған шабуыл жасайық. Бұл кроватьты жақсырақ жабуға керек. Сундукты сындыру қиын болады. Оны бүйтіп ағашпен жабамыз. Көрінбес үшін. Міне өстіп, жауып тастайық. Енді де қолымызға мечімізді алайық, кеттіген шабуылға. Біз оны өлтіруіміз керек, және де кроватын сындыруымыз керек. Бірақ оны сындыру үшін маған кирка керек. Кирка бір золоты тұрады, сондағы жинап алайын. Бір золоты. Келіп қалмай тұрғанда жинап алу керек. Сосын базаға кирка аламыз, сосын садақ аламыз қасына. Достар, менің даусым қатты естілмей жатса, ештеңе етпес. Міне ол келді. Келді ол. Келді, бергел. Ой. Достар, мен оны өлтірдім. Көрдіңіздер ме? Мен оны жақсы олаптыр өлтіріп алдым. Ол мені өлтіріп, мен де оны өлтірдім. Енді мен барып садақ алайын, сосын кирка алам. Сосын не бар еді? Садақ. Кирка. Обсидианға жетсе, обсидиан. Бірінші кирка алайымыз. Міне.
ең жақсы кирканы алдық. Енді садақ. Не, осындай садақ алайық. Және де осындай оғын алайық. Болды. Осы жетеді. Обсидиан 4 золото екен. Маған оған жетпейді менде. Сосын оны бітеміз. Ой. Бітеміз оны. Ана көрмес шынды. Енді қолымызға мечімізді, жерге садағымызды аламыз. Енді тек құлап кетіп өліп қалмау керек. Мен осындай жерде ондайға жүре алмаймын, құлап кетем бе қорқам. Сол үшін абай болу керек. Жоқ, осылай кете берейін жаңа базасына. Құлап кетпесем. Кішкене бойырақ жүрейік. Диагоналмен жүрейік. Достар, алдыңғы видеода естігендеріңіздей маған 1000 подписчик жинау керек. Бұл өте маңызды. Мен қаяққа кетіп қалдым. Тоқтаңыз. Қаяққа кетіп қалдым мен. Ол міне ғой. Мен де ақымақпын-ау. Әне ол базасына кетті, енді мен садақпен атып өлтіргім керек. Әйтпесе болмайды. Менде әлі блок бар. Болды. Жоқ. Құламай қалды достар, көрдіңіздер ме? Не oldu? Ол неге кетпейді? Достар, мына жер бірдеңе тұр, көріп тұрсыздар ма? Мына жер бірдеңе тұр, оған атқызбайды. Мәссаған. Енді. Достар, мен өлтіріп тастадым. Мен оны өлтіріп тастадым. Оны не істеттік даже. Енді ол маған жүгіріп келатқан кезде мен оны атып құлатуым керек. Болған яғни шанс аз. Ол мені құлатып кетуі мүмкін палкамен. Бұның бәрі мүмкін. Оны біз өлтіруіміз керек, өстіп. Жақындатпаймыз. Өстіп ата береміз. Жоқ. Менің соңғы оғым бұл қалай? Тез. Өзімізге керек заттарды алып аламыз. Қазір ол кетіп қалады уже. Мен қазір оны бар қырам. Осыда мен ол жынымды келтірді. Жоқ. Палка аламын мен. Ұшып жіберемін. Жаңағы жерге. Сосын блок аламын. Толтырып. Үсттен кетемін оған. Ай, не істерімді білмеймін. Мен ол өлтіріп кеттім, мен әлі істей алмай тұрмын. Өлтіру керек оны. Бір амал болсын. Бірақ оны жашып тастағандай екен. Обсидиан болса, менде киркам бар. Мечта алып қойып, ол да керек болады.
сосын өзімізге ағаш толтырып алайық. Тоқтаңыз достар, мен броня алуды ұмытып кетіппін. Мінекей осындай бір кожаның неге екенін басқа түрі жоқ екен. Тек мынандай алмаз бар. Ол садаққа жинамауы керек. Садақ ол өте қауіпті зат. Бүйтіп қойып тастайық. Енді кеттік. Тоқтаңыз. Мына жерге мынаны. Енді кетерсек болады. Біз оны сындырамыз. Жоқ достар, ол маған келді. Қайта. Мен өсіп зат қылып қойын. Ода садақ болуы да мүмкін енді. Мә. Өл. Көрдіңіздер ме? Енді біз оған атакаға кетеміз. Ол заттар алып үлгермеу керек. Тіпті оның өзі маған жолмен келген, мына мен жасаған. Енді мен де оған осы жолмен барам. Ол қазір броня алып үлгерді, бірақ әлі көп зат алып үлгермейді. Мен де оған үлгерткізбеуім керек. Мен тез оған барып, кроватын сындырып өлтіруім керек. Жоқ, ол маған келе жатыр. Мә, жоқ. Ол қайда достар? Қазір мен қуат жемесе болып. Кеттік. Ол бұл жерде жоқ достар. Базасына кеттік. Ода ағаш. Сындырсаң сындыр, менде де сындыратын да жоқ па не? Обсидиан. Міне. Теңге енді. Салып тастайық бүйтіп. Бізге кедергі тіпті ой сала алмай қалдым. Енді екеуміздің де өлуіміз мүмкін. Жоқ. Достар, мен ұтып қалдым. Сенбеймін мен ұтып қалдым. Мен сундыққа қарап тұрған жерімде ол мені өлтірді. Ештеңе етпес достар. Мен не айтарымды білмей отырмын енді. Ұтып қалдым. Достар, сіздер егер Bedwars ойнайтын болсаңыздар, менің ВК-ма жазыңыздар. Менің ВК-мды мен описанияда қалдырып кетем. Және де осы видеоға лайк басыңыздар. Мен ұтып қалдым, мен не айтарымды білмеймін. Достар, мен кеше бір Жанела деген подписчикке бірдеңені көрсетіп жүрмін. Жанела менен Bedwarsқа қалай кіреді деп сұрады. Көрсетіп жіберейін енді. Сіздер осы жерден шығып кете берсеңіздер болады. Жанела, сен егер осы видеоны қарап отырсаң, осыны мұқият қарап ал. Қазір мен саған көрсетемін.
Жанеля міне естесің да, міне басында сенің атыңмен Стив деп тұрады ғой. Мына жерде өзгертесің бүйтіп, өзің қалағаныңды жазып. Сосын міне мына друзья деген кіріп, мынаны басасың міне. Сосын бүйтіп play не оқиды? .greenwix.fun деп жазасың, басқа ештеңе тимейсің, сосын жерге бүйтіп жазасың. Болды. Сосын оны сохранить етесің да, мына кіресің үстінен басып. Не? Өстіп кіресің. Сосын кірсің. Сосын осы жерге келесің да, парольді 2 рет жазасың өзің қалаған. Қазір мынау қап-қара болып тұр. Мынау кетіп болмай жатыр. Сенде жарық болып тұрады, сосын сен мына жаққа қарай кетесің. Әне, ап жақта жазу бар тұр ғой. Сол жаққа тікей барасың, ортасында Bedwars тұрады. Bedwars. Міне, мынамен сен бүйтіп секірсең болады, міне қара. Бүйтесің. Ой, ұшып шеш. Бұны подписчиктер біледі енді, міне осылай тіке кеткенде мына жазу шығады, сосын міне Bedwars деген адам тұрады. Оның үстінен бүйтіп басасың. Не бүйтіп басқан соң сенікі Bedwarsқа кіреді. Болды. Сол жерде сен өзің таңдайсың қай командаға кіретініңді. Енді бірінші 4-4 па, 3-4 па соларды таңдайсың, сосын команданы таңдайсың. Достар, енді сау болыңыздар. Енді видео тағы да ертең шығады. Кеше айтып кеткенімдей, видео енді күн сайын шығады. Қош, сау болыңыз.